ішіңіз шар сияқты тырысып тұрады, көлем үлкейіп тұрады, немесе жел шығады. Сонда не істейміз? Қандай шаралар жасаймыз? Сол туралы осы видео болады. Менімен болыңыздар. Саламатсыздар ма? Мен Каршаш Болатовна, гастроэнтеролог. Бүгін сіздерге іштің кебуі жағдайында не істейміз, қандай себептер оны тудырады, сол туралы айтатын болам. Бұл тақырыптың қозғалуы біздің осы видео ютубымыздағы бір подписчиктің маған айтқан ұсынысы болатын. Сол жағдаймен бұл видео бүгін шықты. Енді қараңыздар, іштің кебуі қалай білінеді бізге? Яғни ол ауру мүмкін. Іштің осы біздің іш қуысындағы ауырсыну белгілері, ол тырысып, прям растяжение болып, сондай ауырсыну болса, сонымен қоса, яғни үрленіп шарқ ұзап, көлемі ұлғайса және де напряженный болса, ол да бір себеп, симптом. Үшінші, ол егер жиі жел шықса, немесе кекірсеңіз, кекіру бізде екі затпен болады, ауамен немесе тамақпен. Егер ол ауамен кекіру көп мазалайтын болса, немесе иногда деп айтады кейбір науқастар, сол бізде повышенное газообразование, яғни газдың көп өңделуі жүреді деген сөз. Осы іш кебу бізде қандай жағдайларда іске асады ағзада? Оны айтпас бұрын, мен бірінші осы статистикаға назарларыңызды аудартайын деп жатырмын. Қарасаңыздар, мына статистика бойынша ересек адамдардың 30% ғана іш кебуге шағым түсіреді екен. Екінші, осы 30% ішінде 80-90%-дай, 80-85%-дай СРК, яғни синдром раздраженного кишечника, қазақша ішектің тітіркендіргіш синдромымен ауыратын науқастарды құрайды. Және де үшінші факт, ол іш кебуді емдеген адамдардың емінің эффективтілігі, тиімділігі төмен. Неге төмен? Себебі осы іш кебуді шақыратын себептердің барлығын білмейді. Енді осы іш кебуді шақыратын қандай факторларды біз білеміз? Соған тоқталайық. Бірінші кезекте ол тамақ. Тамақ ішу әдебі, тамақтың құрамы. Тамақтың ішу әдебіне тоқталатын болсақ, ол қалай дейсіздер, яғни тамақты көп, яғни тез жесе, көп емес, тез жылдам жесе, оның тамақпен бірге ауаның кетуі ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан ол да бізге газдың үлкеюіне, газдың біздің ішекте, ас қорыту жолдарында газдың көп болуына алып келеді. Екінші, және де ол әдет болса, екінші, ол тамақтың құрамы. Тамақтың құрамы ол фруктан мен галактандар көп болса. Ол дегеніміз не? Ол бізде полисахаридтер, яғни көмірсулар болып табылады. Сол көмірсулардың тағам құрамында кездесетін продуктілер бар. Мысалы, арбуз, мысалы, ақ персиктер, мысалы, стручковый перец деп айтайды, брокколи, брюссельская капуста, жаңғақтардан кешью, фисташкалардың құрамында, сосын қамыр, яғни нанда, қамырда, манты, бүкіл хлебобулочный изделия дейді, соның құрамында осы нелер бар, көмірсулар бар. Одан кейін цикорий. Цикорий деген ол естулеріңіз бар шығар, кофені алмастыруға арналған сол кофеині бар зат. Сол цикорий ішкен адамдарда да іш кебу болады, алып келеді. Сосын білесіздер, көп фрукты, жемістердің көбісі іш кебуді шақырады. Банан, виноград, алма, алмұрт деген сияқты. Пияз, чеснок, артишок, одан кейін жүгері, адуванчик шақырады. Адуванчикке тоқталып кетейін. Адуванчик сіздер білесіз, ол шөп, ол яғни осы шөппен жасалған шайлар, травяной сбор, БАДы, соларды іштің кебуіне алып келеді.
Одан қоса галактан құрамында. Галактан в основном бізде бобовыйларда болады. Бобовыйларға бізге не жатады? Чечевица, горох, маш, сосын белая фасоль, красная фасоль, я. Одан кейін нут. Нутта осы плов ауысатын нут бар ғой. Сол нуттың құрамында галактандар бар. Ол бізде ішкебуді шақырады. Енді тағы бір мәселе, ол тез сөйлеу. Тез сөйлеу, ол да адам тез сөйлегенде артық ауаны жаңағы жұту ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан да тез сөйлейтін адамдар өздеріңізді қараңыздар, сырт жағынан диктофонға жазасыздар ма? Егер шынымен де тез сөйлейтін болсаңыздар, әдетіңізді азайтасыз. Одан кейін баяулатасыз. Одан кейін бізде сорбитол құрамына бар заттар, мысалы леденцы. Леденцы, чупа-чупс, жвачка, ол да газдың көптеп өндіруіне алып келеді. Оның ішінде мысалы біз ангинамен немесе жөтелген кезде, ангинамен ауырғанда леденцы аламыз, доктор Мом дейді, тағы көп түрлері бар. Сол леденцінің сорған өзінде де соның құрамында сорбитол бар. Ол да ішті кептіреді. Әрі қарай газировка. Газировкалар мысалы энергетические напитки, пиво, жаңағы боржоми, сарағаш, сосын есентуки дейді, я. Сол барлық газдалған сусындардың барлығы ол газды алып келеді. Газдың іштің кебуіне алып келеді. Келесі фактор ол СРК дейді, я. Синдром раздраженного кишечника, ішектің тітіргендіргіш синдромы. Ол бізде үлкен ауқымды тақырып, оған жеке видео түсіруге болады. Түсіремін де, өйткені қазір бізде уақыт шектеулі болғандықтан сіздерге осы ауру салдарынан да, когда гиперчувствительность кишечника, сол кезде, яғни қатты сезімтал болғанда, ол индивидуально ішектің сезімталдығы жоғары болғанда, ол біздің бактериялардың, бізде бактериялар газ өндіреді, білесіздер ма? Біздің құлақшекте өмір сүретін бактериялар. Олар тамақ ішкеннен кейін өнім ретінде газ шығарады. Сол газға қатты сезімтал кезде сол СРК болады. СРК ауруы. СРК ауруының бір симптомы ретінде. Сондықтан сол ауру кезінде де бізде ішкебеді. Төртінші ол СИБР, синдром избыточного бактериального роста, яғни жіңішке ішекте бізде дисбактериоз болады. Антибиотик ішкенде в основном, антибиотик ішкеннен кейін егер бізде сондай ішкебу, кекіру деген нелер туындаса, скорее всего, сибір болған шығар. Яғни сол кезде біз уже сибірді емдейміз. Ары қарай панкреатиттің бір белгісі ішкебу деп атайды. Ол да бар, бірақ панкреатит бар ма арасында, сізде жоқ па, сол туралы негізі дәрігеріңіз дифференцировка жасап береді. Осы мына жақта немесе мына жақта подсказка ретінде шығады, панкреатит туралы нелер видеолар көргіңіз келсе, ашып қараңыздар. Тағы айтатын мәселе ішкебу туралы, яғни осы емін іздесеңіздер, осы айтылған бүкіл факторларды исключать етесіздер, және де мына аурулар болса айтылған, сол ауруларды емдейсіздер. Мен сіздермен болған Гүлайым Болатовна, маған лайк, подписка жасаңыздар, және де будильникті батырмасын басыңыздар. Туысқандарыңызбен бөлісуге болады. Егер біреуді ішкебу, кекіру деген мазаласа. Жақсы, сау болыңыздар.